Сәлеметсіңдер ме, балалар? Менің аты жөнім Жұмабаева Салтанат Сейітжанқызы. Мен Алматы қаласы Зерде мектеп гимназиясының музыка және домбыра мұғалімімін. Балалар, өткен сабақта мен сендерге үй тапсырмасын берген болатынмын. Үйде алақай, алақай, халық әні еркемай, зеңгір көктен әнін және қалаулым әнін күніне 15 реттен қайталауға бергенмін. Үйде қайталадыңдар ма? Ал бүгін біз қалаулым әнінің екінші қатарын домбыраменен қосайық. Бірінші мен айтып берейін, содан кейін сендермен бірге қосылып айтамыз. Мінген атым астымда құлақ асқа қол, шеңбер салдым құдыққа толамасқа қалаулымай. Әтейіздеп ауылыңа мен барғанда қол, танымаған адамдай тұра қашпа қалаулымай. Алматы мен қоғалай, әркім көңілі жоғарай, асабайлық не керек, денсау болса болғаны-ай. Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе, осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе, ай. Ал енді өздеріңмен бірге қосып айтып көрейік. Екінші қатарын, е? Мінген атым астымда қола қасқа қол, шеңбер салдым құдыққа толамасқа қалаулымай. Әдейі іздеп ауылыңа мен барғанда қол, танымаған адамдай тұра қашпа қалаулымай. Қайырмасы. Алматы мен кім көңілі жоғарай, асабайлық не керек, денсау болса болғаны-ай. Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе, осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе, ай. Мінеки, екінші қатарын сөздерменен қостық. Балалар, бүгін біз үйренген жаттығу әндерімізді бірге қосылып ойнап көрейік. Алақай жаттығуын бірінші ойнап көрейікші. 4-ші нүктеден кішкентай екі саусақ болған. Кәне, ұстадық 4-ші нүктеден екі саусақты. Бірге ойнаймыз. Алақай. Тағы да бірге ойнап көрейік. Алақай. Енді алақай жаттығуын ойнап көрейік. Алақай. Тағы да бір ойнап көрейік. Алақай.
Енді Еркемай әнін ойнап көрейік. Сөзіменен бірге екі қатарын қосып толық айтамыз. Ай деген өлеңді аңырмаймын Еркемай, көлден ұшқан аққудай мамырлаймын Еркемай. Еркем, еркем, Еркемай, бүгінгі күн көркем-ай, бүгін болған мерекең болсын тағы ертең ай. Қайда жүрсем жақсының жанындамын Еркемай, іздеген мен жаманға табылмаймын Еркемай. Еркем, еркем, Еркемай, бүгінгі күн көркем-ай, бүгін болған мерекең болсын тағы ертең ай. Енді Зеңгір көктен әнін ойнап көрейік сөзімен бірге. Зеңгір көктен нұрын төккен, ортақ біздің күніміз, жайнап өскен, жайдар өскен. Біз өмірдің гүліміз, бауылдастыққа шақырады әніміз, тыныштықта нұр құшақта бақыттымыз бәріміз. Балалар, өздерің байқағандай, біз бүгін барлық үйренген жаттығу және әндерімізді қайталадық. Онда үйге үй тапсырманы берейін сендерге. Күніне әрбір шығарманы 15 реттен қайталау. Ал келесі сабақта мен сендерге күй үйретемін. Сондықтан қолдарың өте жақсы шынықсын. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.